Баршаңызға сәлем, сіздермен жадыра. Бүгін сіздерге барлығымыздың ағзамызға өте пайдалы көкөністерден жасалатын осындай кешкі астың жасалу жолымен бөлісемін. Жасалу жолы өте оп-оңай әрі өте дәмді болып шығады. Егер видео қызық болса, менімен бірге болыңыздар. Кешкі асымызды дайындау үшін ең алдымен бізге етімізді жақсылап турап алу қажет. Одан соң жақсылап жуып, қазанымызды қыздырып дайындаймыз. Енді сұйық майымызды құйып, жақсылап қызғаннан кейін етімізді салып қуыратын боламыз. Етті қуыру уақытында міндетті түрде оның суы шығады. Соның суы тартылғаннан кейін ғана келесі жұмысқа кірісеміз. Енді етіміздің суы тартылғанша сәбізімізді, жуамызды, картопымызды пышақтың көмегімен жақсылап турап аламыз. Мен осылай сәндік үшін ирек пышақтың пайдаландым. Ол міндетті емес әрине. Тек қана сәбіз, картопты ғана емес, қасына сіз болгар бұрышын, баклажанды да қоссаңыздар болады. Дәмі өте керемет болады. Неге еттің суы тартылып, әдем болып қуырылып жатыр. Енді осының үстіне сәбізіміз бен пиязымызды салып, шамамен 4-5 минуттай пиязымыз қызарғанша жақсылап қуырамыз. Неге шамамен бізде 4-5 минуттай уақыт өтті. Енді үстіне картошкамызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Біздің газымыз орташа отта болуы қажет. Тағы да енді шамамен 3-4 немесе 5 минуттай қуырып аламыз. Енді дәмдеуіштерді саламыз. Мен ең әуелі сарымсақты салдым. Бір немесе 2 бас сарымсақ пайдалансаңыздар болады. Одан кейін бір ас қасық тұз салдым және дәміне қарай бұрыш және специяды қостым. Және жақсылап араластырып, оның үстіне ірілеу етіп туралынған біздің капустаны салып, бетін жауып шығамыз. Астына қарай жібермейміз, тек қана бетін жауып, қазан қақпағын толықтай жауып қоямыз. Сол кезде буымен біздің капустаның суы шығып, біздің тамағымыз суланып өте дәмді болып тұрады. Капустаны салғаннан кейін шамамен 2-3 минуттай ұстаймыз. Одан кейін қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, газды жай отқа қойып, тамағымызды жақсылап пісіріп аламыз. Мінеке, біздің кешкі асымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай сулы болып пісті. Дәмі де өте керемет. Еті де жұп-жұмсақ болып шықты. Осылай біз үстіне жуаны қосқанды қатты жақсы көреміз. Сондықтан осылай дайындадым. Дәмі өте керемет. Көріп тұрғандарыңыздай жасалу жолында оп-оңай. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Егер видео ұнаса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Әрі арнама тіркеле кетіңіз.